Өлені бар, Жамбылдың. Батырлары халықтың қан майданнан таймаған, жауға атылған оқтары найзағайдай ойнаған, ердің көрдім ерлігін, елдің көрдім бірлігін, ту астынан таймаған деп, сол бүгінгі қазақ елінің сондай сол бірлікте екендігін сол кезде де армандаған. Сенеген балалардың бүгіндегі кітапты көп оқығанын қалар едім. Мен мына вуздарда кездесу кезінде үнемі айтып отырамын. Абай романын оқымаған баланы қазақ деп айтпаймын. Өйткені Абай романының ішінде қазақтың бүткіл тарихы да, әдебиеті де, мәдениеті де, әдеті де, ғұрпы да, салты да бәрі де соның ішінде бар. Сенеген менің үнемі айтатыным, қай тілде сөйлесеңіз, сіз сол тілге қызмет етесіз. Қай тілде сөйлесеңіз, сіз сол тілдің өкілі болып есептейсіз. Қазағаны жеті жұрттың тілін білген жеті жұрт дейді ғой, жеті тілін білген жеті. Сенеген мен айтамын, қанша тіл білсеңіз, сіз сонша ұлттың өкілісіз. Қанша тіл білсеңіз, сіз сонша кез биік тұрсыз, өзгеден гөрі. Тіпті өмірден байқауға болады, қазақ тілін білетін өзге ұлттың өкілдері қазақты ерекше сыйлайды, қадірлейді. Өйткені ол сол тіл арқылы қазақтың бойындағы адамның асыл қасиетті ұғып түсініп отыр. Сондықтан ол. Сондықтан мен сіздерге, жастарға әсіресе айтатыным, бесіктің жыры мен ананың ақ сүтімен бойларыңызға сол ана тіліңізді дарытыңыз. Бірақ адам қанша тіл білсең, сен сонша байсың. Ең дүниедегі озық байлық осы тіл. Тілді білсең. Қандай ғажап, қазір мысалы ағылшын тілін білсе, шетелге шыққанда еркін сен сөйлесе аласың. Әсіресе жастар, елбасымыздың үш тұғырлы деп қойғаны білген жақсы, артығы жоқ, бірақ бірінші орында басымдықты мемлекеттің тіліне беруге, қазақ тіліне беруге дегенді айтқан. Мынау қазақ қоғамдастығы, дүниежүзі қазақтардың төртінші құрылтайы сөйлеп тұрған кезім. Міне, сол Алматы облысындағы жиын. Мынау бұрынғы министріміз ғой. Көрдің ме маған қалай кітап жазып берген? Абайды жазған анау тұрана кітап бар. Әзірбайжан халқының дейді, қазақ қызы Асыл апама дейді. Мына Нақселеу Сейдімбековтің жазып бергені. Қазақ тілі қоғамның жиында менде ғана сақталған ешкімде жоқ. Міне мынау сол дүниежүзі, қазақ тілі қоғамның алғаш кезде қарқынымыз жақсы еді, қазір жаман. Мына менің әкем, мына менің шешем. Ауылдың көрінісінде. Мынау әкем, мына әкемнің жолдастары, мына жездем, мына әкемнің інісі. Мына менің үлкен ағайым. Былтыр қайтыс болды. Мына ортаншы ағайым Ағалы деген. Олардың әрқайсында мынаның 11 баласы бар, бәрін оқытты ғой. Нефті махер ер алтыннан чай кеме, шәуле беріп шәһәрлері ай кеме деп, өзінің нефтері, мұнайларын асқақтатып сөйтіп айтып тұрған. Енді олардың да өздерінің ақындары, жазушылары көп қой. Шындығына келгенде Сәмәт Вұрғын дегеннің қандай керемет сөздері бар. Тіпті өләнді қалдырын қазақтан мәні деп, мені өлгенде өзімнің жерімнен көбейді. Ал мен айтамын, жоқ, өлгенде мені көміңдер Қазақстан топырағына деп. Ана біздің Манчик пенен Әлияның өзінің соғыстың кезіндегі батыр болып шығуының өзі Хиуа сияқты апамыздың марқұм жатқан жерлер жайлы болсын. Ұшқыш болып шығуының өзі бұл тегін емес, бұл қазақтың өзінің бойындағы о бастағы қайсарлығы, батылдығы, адалдығы, шыншылдығы, шын адами қасиетті екендігін көрсетеді. Менің барымда, базарымда, нәсібімде, кәсібімде тіл ғой. Қазақтың тілі. Соған тіл тәуелсіздігі, ел болашағы деген кітап жаздым. Сол кітабында мен көбінесе, мен жаңа бір айттым ғой, жұқса маған асыл қасиет тіл арқылы қазағымнан дарыған, бойға біткен қабілет қасиетті туған елден дарыған, құдіретіне бас иіп қазағыма табынамда, қазақ тілі тұғырына қонып,
мәртебесін ие болуын сағынамын. Елімді даласымен сақтасын, халқымды данасымен сақтасын, сәбиді анасымен сақтасын, азаматтарды санасымен сақтасын. Елім, халқым саналы бірлікте, туыстықта болып, мәңгі осындай бірлікте өтейік деп тілеймін.